Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Ақылды ауыл балаларын арманына жетелейтін Айқанат олимпиадасы Төле Би ауданында өтті. Оған Түркістан облысынан жалпы 15 мыңға жуық оқушы қатысқан. Соның ішінен білімділер бәйгесінің екінші кезеңіне 3 мыңдай зейінді бала жолдама алыпты. Ақылды балалар аламаны жайлы әріптесім толықтырсын. Екінші кезең жай ғана тестілеу емес, бұл зияткерлік сын. Айқанат олимпиадасының ұйымдастырушылары осылай дейді. Себебі бұл турда оқушылар ағылшын тілінен және өзі таңдаған бір пәннен емтихан тапсырады. Сұрақтар алғашқы кезеңдегідей емес, күрделі. Бұл сыннан да сүрінбеген ақылды жастар Бурабайдағы Айқанат мектеп-пансионатында тегін білім алады. Ауыл оқушыларының білімдерін көтеруге бір бағытталған жоба. Сондай-ақ бұл жобаның түпкі мақсаты ол Бурабайда орналасқан Айқанат мектебіне грант жеңіп алу, және де бізде жаңағы 3-ші кезеңге өткен оқушыларымыз ары қарай да осы жобада қала береді. 3 жыл бойы осы жобамыздың түрлі жобаларына қатысып жүре береді. Сонымен қатар жеңімпаз жастар ұлттық бірыңғай тестілеуге тегін дайындалып, IT дағдылар, кәсіпкерлік негіздер сияқты курстарды меңгере алады. Жалпы биыл ауылдағы қара домалақтардың зеректігін оятып, талабын ұштайтын олимпиадаға ел бойынша 50 мыңнан астам оқушы өтініш тастапты. Оның тек 5-тен бірі ғана екінші кезеңге жолдама алған. Айқанат мектебі бізге көптеген мүмкіндіктер берді. Пер-ту-пер сабақтары, жаңа орта, жаңа дос, дамушы орта берді. Бірінші турда бізде өзіміздің ауданымыздағы мектепте өтілді. Ол жерде біз 4 пәннен тест тапсырдық. Бәрі оңай болды, қызығырақ болды. Және де екінші турға өткенімнің өзі бір жетістік деп білемін. Жалпы Айқанат олимпиадасы 7 пән бойынша балаларды дайындайды. Оған ауыл мектептерінде оқып жүрген 8-ші сынып оқушылары қатыса алады. Бүгінде аталған жобаның арқасында түлектердің 94% Қазақстан мен әлемнің 19 еліндегі жоғары оқу орындарында тегін білім алуда. Шұғылақ Алиқызы, Нұрболат Әмір, Түркістан 24.